Starting in 5, 4, 3. Баршаңызға сәлем достар. WhatsApp әлеуметтік желісінде көптеп таралған бұл видеоролик көпшіліктің назарын бей-жай қалдырмауда. Дыбыс жайлы жасалған видеоның шын өтірігін бірге анықтайтын боламыз. Ендеше кеттік. Видеороликтен біз нені байқай аламыз? Бейтаныс бір дыбыстың әртүрлі уақыт ішінде түрліше екпінде шығатынын байқауға болады. Әр адамдарға, әр жастағы жандарға бұл дыбыс әртүрлі уақытта естіледі. Я, бұған сенбесеңіз, өзіңізден бөлек қасыңыздағы жандарға да естіртіп байқап көрсеңіз болады. Сонымен бұл видео шынымен де адамның дыбыстың есту жиілігінің уақытын анықтай ала ма деген сауалымызға жауап іздеген болатынбыз. Ақыры дыбыстың жалпы теориясын, физикасын, акустика грек тілінен естілу деген сөзінен алғандығын, бұл саланың негізгі қызметі дыбыстардың белгілерін ажырататындығын, яғни дыбыс ырғағы, дыбыс күші, дыбыс әуені, дыбыстың созылыңқылығын зерттейтіндігі белгілі болды. Дыбыс ырғағы белгілі бір уақыт мөлшерінде 1 секунд ішінде жиілігі 16 герцтен 2000 герц аралығында еститіндігі мәлім болды. Видеодан көргеніміздей жиілік саны неғұрлым көбейе берсе, дыбыстың ырғағы соғұрлым өсіп күшейе береді. Керісінше жиілік саны азайған сайын дыбыстың ырғағы солғындап әлсірей береді. Видеодан байқасақ, дыбыстың ритмикалы және ритмикалы емес деп аталатын түрлері бар. Егер дірілдің саны уақыт бірлігінің бойында 1 секунд ішінде өзгермей тұрақты болып қалса, ондай діріл ритмикалы біркелкі діріл деп аталады. Ал егер уақыт бірлігі бойында дірілдің саны өзгеретін болса, ондай діріл ритмикалы емес, біркелкі емес діріл деп аталады. Дыбыстың созылыңқылығы дірілдің санымен қоса дыбыстың созылу уақытында ұзақ не қысқа болуына байланысты. Сонымен қорытындылай келе, видеодағы дыбыстың әуені осы аталған обороттардың санына және олардың дыбыс ырғағы мен дыбыс күші жағынан негізгі тон арақатынасына байланысты болатындығын түсіндік. Қарапайым тілмен айтқан кезде бұл видеоролик арқылы біздің құлағымыздың дыбыстың естілуін, дыбыстың ритмикасын, дыбыстың уақытын, қанша уақытта біліп көретіндігін байқауға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.